сәлем, менің есімім Меркегүл. Мен бүгін сіздерге көптеген адамдардың сұрауы бойынша ИП және ТО-ның айырмашылықтары туралы айтқым келеді. Егер сіз өзіңіздің кәсібіңізді заңдастырғыңыз келсе, онда сізге ИП немесе ТО ашу керек. Ал егер ИП мен ТО-ның қайсысын таңдарын білмей жүрсеңіз, қазіргі түсірілетін видеоролик сізге өте пайдалы болуы мүмкін. Енді біз ашу жолдарына келетін болсақ, ИП ашуда, ТО ашуда қиын емес. ИП ашу үшін сіздер Каспи приложениясын қолдануларыңызға болады, немесе e-лицензия сайты арқылы жасауларыңызға болады, немесе басқа да банктік қосымша арқылы ИП-ны тіркеуге болады. Ал ТО ашу үшін сіздер ЕГОВ сайтына кірулеріңіз қажет. Сәйкесінше ИП ашқан кезде сізде талон және уведомление беріледі. Ал ТО ашқан кезде міндетті түрде сізде устав, решение және приказ болуы қажет. Осы ИП және ТО-ны ашқаннан кейін сіздер не істейсіздер? Егер сізде наличный доход болатын болса, сіздер касса аппарат тіркейсіздер, ал безналичный доход болатын болса, сіздер банкке барып банковский счет ашасыздар. Егер сіз банкке баратын болсаңыз, олар сізде ИП болса міндетті талон мен уведомление сұрайды, ал егер ТО болса устав, решение, приказ және міндетті справка гос регистрация сұрайды. Енді өзіңіздің кәсібіңізді заңдастырғаннан кейін, ИП немесе ТО ашқаннан кейін сізге печать жасату қажет. Печатьті ИП-ға жасату міндетті емес, өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Ал егер сізде ТО болатын болса, онда печать жасату міндетті болып есептелінеді. Келесі айырмашылық ол бізде салық ставкасында. Егер сізде ИП упрощенка болса, онда сіздер барлық обороттан 3% төлейсіздер. Ал егер сізде ИП общий установой режимде жұмыс істейтін болса, онда сіздер доходтан расходты алып тастап, соның айырмасынан 10% төлейсіздер. Ал егер сізде ТО упрощенка болса, онда сіздер ИП упрощенкада сияқты барлық обороттан 3% төлейсіздер. Ал егер сізде ТО общий установой режимде жұмыс істейтін болса, онда сіздер доходтан расходтарыңызды алып тастап, айырмасынан 20% төлейсіздер. Келесі бізде учредитель, яғни басшы. Егер сізде ИП бар болатын болса, оның ИП-ның иесі тек қана өзіңіз боласыз. Ал егер сізде ТО бар болатын болса, ол ТО-ның иесі сіз өзіңіз немесе бірнеше адам болуы мүмкін. Оның саны сіздердің жаңағы жарлық капиталыңызда неше адам көрсеттіңіз, соған байланысты, және оны қалай бөлдіңіздер, соған байланысты болып есептелінеді. Сәйкесінше сізде ИП болса, сіз тек қана бір ғана ИП-ның иесі бола аласыз. Ал егер сізде ТО болатын болса, сіз бірнеше ТО-ның қатарынан басшысы бола аласыз. Келесі бізде тапсырылатын отчеттар. Егер сізде ИП упрощенка болса, онда сіздер жылына 2 рет 910 форманы тапсырасыздар. ИП общий установой режимде жұмыс істесе, жылына 4 рет әр квартал сайын 200 форманы тапсырасыздар, және 1 рет 220 форманы тапсырасыздар. Егер сізде ТО упрощенка болса, ИП упрощенкада 910 форманы жылына 2 рет тапсырасыздар. Ал егер сізде ТО общий установой режимде жұмыс істесе, онда квартал сайын 200 форманы тапсырасыздар, және жылына 1 рет 100 форманы тапсырасыздар. Егер сіз заңды тұлға болсаңыз, онда сізде стат-отчет тапсыру міндеттігі туындайды. Егер сізде ИП болса, онда сізге стат-отчет тапсырудың қажеті болмайды. Ал егер сізде ТО болса, онда стат-отчет тапсыру қажет. Стат-отчет тапсыру үшін сіздер stat.gov.kz сайтына кіріп тапсыра аласыздар. Келесі ескере кететін үлкен айырмашылық ол сату жолдары, ИП-ны және ТО-ны сату жолдары. Егер сізде ИП бар болса, сіз ИП-ңызды сата алмайсыз. Ал егер сізде ТО болса, сіз ол ТО-ны біреуге мұраға қалдыруыңызға болады, немесе ТО-дағы өзіңіздің үлесіңізді сатып жіберуіңізге әбден болады. Келесі, егер сіз Қазақстанда тұрып жатсаңыз, бірақ Қазақстан азаматы болмасаңыздар, онда сіздер ИП аша алмайсыздар. Онда сіздер тек қана ТО аша аласыздар. Келесі бізде учет жүргізу, яғни есеп жүргізу. Егер сізде ИП упрощенный режимде жұмыс істесе, сізге учет жүргізудің ешқандай қажеті жоқ. Ал егер сізде ИП общий установленный, ТО общий установленный және ТО упрощенка болса, онда сіздер міндетті түрде учет жүргізулеріңіз қажет, яғни расходтар мен доходтарды контролировать етіп, құжаттарды өзіңізбен бірге сақтау қажет. Мен сіздерге ТО мен ИП-ның негізгі айырмашылықтарын айттым, ал қазір ең басты айырмашылығын айтқым келеді. ИП ол индивидуальный предприниматель, ал ТО бізде товарищество с ограниченной ответственностью.
мұндағы басты айырмашылықтың өзі оның атауында. Яғни ТО товарищи с ограниченной ответственностью, яғни бұның ответственность, яғни жауапкершілігі шектеулі. Ал индивидуальный предприниматель, яғни ИП-да жауапкершілігі полный, яғни толық жауапкершілікті алады. Бұдан да қарапайым тілмен түсіндірсем, егер сізде ИП болса, сізде белгілі бір мөлшерде берешек, яғни қарыз болса, онда сіздің ИП-ңіздің счеты арестқа түсіп қалады. Сонымен қоса сіздің физический лицо, яғни ИП-ның иесінің жеке карточкасы да арестқа түсіп қалады. Ал егер ТО-да белгілі бір мөлшерде берешек болса, онда оның директорларының емес, именно ТО-ның өзіне ашылған банктегі счеты арестке түседі. Ал ТО-ның басшылары, яғни учредительдердің счеттары арестта болмайды. Сонымен мен сіздермен ИП және ТО-ның айырмашылықтары туралы ақпаратпен бөлісіп өттім. Егер сізге ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.